Бүйрек және зәр шығару жүйесінің аурулары адамның өмірінде аса маңызды орын алады. Бұл ағза бөлігі суды, тұзды және токсиндерді сүзу арқылы ағзаның ішкі балансын сақтайды. Егер бүйрек немесе зәр шығару жолдары зақымданса, ағзада су-тұз балансы бұзылып, түрлі ауыр симптомдар пайда болады. Көбінесе адам белдің екі жағында ауырсынуды, зәр шығару кезінде күйдіруді, қан аралас зәрді сезеді. Бұл белгілерге назар аудармау өте қауіпті. Бүйрек тасы ең кең тараған себептердің бірі. Бүйрек ішінде кристалданған минералдар мен тұздар біртіндеп ұсақ түйірлерден ірі түйірлерге айналады. Кішкентай тастар симптомсыз өтуі мүмкін, бірақ ірі тас зәр шығару жолын бітеп, өткір ауырсыну мен қан аралас зәрге алып келеді. Тастардың пайда болуы көбінесе судың аз ішумен, тұз немесе ақуызға бай диетамен, минералдар мен дәрумендердің теңгерімсіздігімен байланысты. Бүйрек тасын өздігінен шығару үшін су көп ішу маңызды, бірақ үлкен тастарға арнайы емдеу қажет. Ультрадыбыстық сындыру немесе хирургиялық жолдар. Бүйректің қабынуы ағзаның бактериялық инфекциядан зардап шегетін тағы бір кең тараған жағдайы. Инфекция көбінесе төменгі зәр шығару жолдарынан жоғарыға таралады. Ол өз кезегінде белдің екі жағында ауырсынуды, зәр шығару кезінде кедергіні, кейде қан аралас зәрді тудырады. Жоғары температура, қалтырау, жалпы әлсіздік сияқты белгілер қосылады. Мұндай жағдайда антибиотиктермен емдеу, қажет болса ауруханаға жатқызу керек. Уақытында емделмегендей инфекция қанға таралып, сепсиске, бүйрек қызметінің бұзылуына алып келуі мүмкін. Зәр шығару жолдарының инфекциялары да жиі кезеді. Бұл цистит немесе уретрит түрінде көрінеді, көбінесе бактериялардың әсерінен дамиды. Зәр шығару кезінде ауырсыну, күйдіру, жиі шығару, зәрдің түсінің өзгеру мүмкін. Егер инфекция жоғарыға, бүйрекке таралса, пиелонефритке айналуы ықтимал. Сондықтан мұндай белгілер шыққан сәттен бастап дәрігерге қаралу керек. Бүйрек жеткіліксіздігі бұл бүйректің токсиндерді сүзуде қабілетсіздігі. Ол созылмалы аурулар, диабет, гипертония, бүйрек тастары немесе инфекциялар салдарынан дамиды. Зәрдің азаюы немесе тоқтауы, ісіну, әлсіздік, жүрек айну сияқты белгілер пайда болады. Уақытында емделмесе, ағзада токсиндер жиналып, өмірге қауіп төндіреді. Емдеуде бүйрек функциясын қолдайтын дәрілер, арнайы диета және кейде диализ немесе трансплантация қажет болады. Бүйрек және зәр шығару жүйесінің ауруларының қауіп факторлары: суды аз ішу, дұрыс тамақтанбау, иммунитеттің төмендеуі, қайталанатын инфекциялар, созылмалы аурулар. Алдын алу үшін күнделікті жеткілікті су ішу, гигиенаны сақтау, дұрыс тамақтану, белсенді өмір салтын ұстану және симптом шыққан сәттен бастап дәрігерге қаралу маңызды. Осы аурулар елеусіз қалса, асқынуы мүмкін, бүйрек зақымдануы, инфекцияның қанға таралуы, созылмалы ауырсыну, өмірлік маңыздылардың бұзылуы. Сондықтан белдің екі жағында ауырсыну, зәр шығару кезінде күйдіру, қан аралас зәр сияқты белгілер шыққанда кешіктірмей урологқа қаралу қажет.